ертеңгі шебер ұстаз деген мектепшілік семинарымызға қош келдіңіздер. Ыдыс, қарапайым су, бізге керегі, свеча, қайшам, стакан. Бірінші мөлдірісті аламыз, су құямыз. Қазір түсіндірем барлығы. Сосын суға біз свеча салып, оны жағамыз. Тап-таза, ашық жүректе бір нәрсе үйренем деп келдіңіздер. Осы информацияны мына жанып тұрған от, жанып қалады. Мына спикерлер, сіздерге іс-тәжірибе көрсететін мамандар. Солар сізге өзінің іс-тәжірибесін көрсете отырып, өздері де үйренеді. Қазір мына нені жабамын, осылай. Су көтеріліп, свечаны сөндірді. Яғни мына аппақ сосуд, ыдыс, сіздер мына толық келген информацияны, суды өздеріңізге не істедіңіздер? Сіңіріп алды. Сол сияқты адам не істейді? Кез келген іс-шараға барғанда өзі не білем, не көрем, бірдеңені көрем, білем, үйренем деп барады. Сол арқылы өзінің алай деп барған адамдардан информацияларды, ақпараттарды сіңіреді. Психологиялық ахуал орнату, бой сергіту, шаршаңдылықты басу. Қанша еліңіз? Мен атым Майра, менің берілдім. Менің атым Ақылы, Аққөлдің жанында. Менің атым Ақылды, мен Ақылды. Ерекше сезім көп, өзіңді естісең, сенің мінезің бар, өмірін естісең, күндіз-түні нұр болса да аспан. Қыздар, үш қыз, екі бала, ертең алғысай бөліміне дайындалып жүр. Екеуміздің мерекеміз сәулем, шуағын шашқан өзімнің бастан эмоцияларды қосқан, сені сүю су тасқындай, менің күйім адасқандай. Бүгінгі семинарға қатысқан барлық жас маман апайларға, ағайларға, қыздарға рахмет айтамын. Кетеді бұл жастық шақ.